Сәлем баршаңызға, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге дәмді бір жасағынан шығатын жұмсақ пряниктерді жасайтын боламыз. Сіздің ас мәзіріңіздің ең керемет, дәмді, тәтті десертіне айналары сөзсіз. Ең алдымен біз құрғақ массаларымызды араластырып аламыз. Ең алдымен ыдысымызға ұнды саламыз. Кейін какаоны саламыз. Және үстіне бір шай қасық разрыхлителіміз, яғни ұн қопсытқышымызды саламыз. Барлығын жақсылап араластырып, келесі сұйық массамызды араластырамыз. Үстіне 2 дана жұмыртқамызды салып, қантымызды салып, және де осылай венчикпен немесе сізге ыңғайлы шанышқымен араластырсаңыз болады. Кейін үстіне сұйық майымызды құйып, тағы да бір рет араластырамыз. Жақсылап араластырып болғаннан кейін бізде осындай сұйық масса шығу керек. Кейін осындай құрғақ массамызды алып, үстіне сұйық массамызды құйып, жақсылап бірінші өзіңізге ыңғайлы қасықпен араластырып алсаңыз болады. Жақсылап араластырып, кейін осылай қолмен жақсылап илеп, қамыр илейтін боламыз. Дайын болған қамырымыз бізде осындай жұмсақ болуы тиіс. Қамырымызды кішкентай бөліктерге бөліп алып, алақанымыздың көмегімізбен домалатып, кейін оны қант ұнтағына домалатып шығамыз. Және де осындай противеннің үстіне пергаментный бумагамызды жайып, үстіне жаңағы дайын болған пряниктерімізді саламыз. Қызып тұрған пешімізде 180 градуста 30 минут пісіріп аламыз. Ас мәзіріңіздің дәмді, тіске басары жұмсақ прянигі дайын болды. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.